тоқырау заман дейміз ғой, тоқырау заман дейміз дағы. Не болды? Свет жоқ, су жоқ, көмір жоқ, ағаш жоқ, бір үйде бір бөлме, қанша даңғарадай үй болса да бір бөлмесінде тұратынсың. Сондай бір қуаныш болды. Жақсы, біз өлмейді екенбіз ғой. Бізді Құдай құтқарып алады. Рақымдылығымен, Құдайдың рақымдылығы шексіз ғой деп сол жерде мен өзім айқайлап жібердім да. Мен Айымбетова Күләш Тіләбай қызымын. Мен қарапайым отбасында дүниеге келген. Кентау қаласында, Шымкент облысында. Және мен сол кішкентайымнан үлкейгенімше ата-анамның қамқорлығында болдым. Ешқандай қиыншылық, таршылық, жоқшылық көрмей өстім. Себебі бізді әкеміз де, анамыз да сонымен қамқорлап, бағып, қағып өсірді, оқыдық, оқуға бардық, жақсы оқыдым. Мектеп бітірдім, мектеп бітіргеннен кейін училищеге түсіп, сол мамандық бойынша, сол бір мамандықтың иесі болып шықтым. Содан кейін тұрмысқа шықтым. Сол оларда қарапайым отбасының балдары, солған тұрмысқа шығып, сол 3 балалы болдым. Тұрмысқа шыққанда жаңа көптеген нәрселерді білмедім. Өзімше тәкаппарлық болды, барлығы болды менде, менмендік болды. Мені себеп әке-шешем бізді құттаймызда баққан кезінде бізді бетімізден қақпай өсіргендіктің нәтижесі деп есептеймін. Сондықтан менің айтқаным заң, менің айтқаным болады. Мен біреуге тәуелді емеспін деген нәрсе менің жүрегімде әрқашанда бой көрсетіп тұрды. Және мен жолдасым да жаңа жеңілгісі келмеді, екеуміз менікі дұрыс деген нәрселермен сонымен ажырасуға тура келді. Себебі мен мойынсұнбадым. Күйеуім мені мойынсұндырам деп көп ұрыс-керіс болды арамызда. Сонымен екеуміз екі жаққа кетуге шешім қабылдадық. Және ол да жеңілгісі келмеді, мен де жеңілгім келмеді. Себебі менікі дұрыс деген менмендік сол ұрып тұрғаннан кейін, сол менмендігіміз басым болғаннан кейін біз екеуміз екі жаққа кеттік. Сонымен біз күн көру мәселесімен айналысып, сол 2000 жылда тоқырау заманы еді сол кездері. Сол тоқырау заманында біз жаңа көп таршылық көре бастадық. Таршылық көргеннен кейін біз не істеу керек, ақша жоқ, жұмыс жоқ, не істеу керек екенін білмедік. Сөйтіп мен базарға шығуға шешім қабылдадым. Сол базарға шығып сауда-саттық жасадым. Жеміс-жидек саттым. Жаңағы сол кездері біз жаңағы адамдарды алдап, тараздан алдадық, және қаптап ұрладық. Біреулердікін ұрлап апарып сатып жіберетінбіз. Себебі біз өзіміз сол кездер пысық санадық та, бәрінен ақылды санадық өзіміз. Себебі біздің ғана қолымыздан сол нәрселер келеді деп, соны біз шімірікпестен, оны ұрлық екен деп ойламастан, біреудің ақысын жеп, біреуге қиянат жасағанымыз сезбестен біз солай жасадық, және онымызды біз мақтаныш тұттық. Сол сауда жасап жүргенде менің дос қызым бар, соның үйіне Шымкенттен сенушілер келді. Ол кезде сенушілердің кім екенін де білмеймін, бірақ ол сол дос қызымның айтуы бойынша біздің үйге сенушілер келеді, Құдай туралы айтады, соған келді. Сол жерде Құдай сөзі жүрді. Сол кезде көп деген түнгі сағат 2 ма 3 па есімде жоқ, соған дейін біз айтысып отырдық. Құдай сөзімен олар бөлісіп, олар жауап беріп отырды. Олар бізге әрбір айтқан сөзімізге тиянақты жауап беріп отырса да, біз олар қайтадан сол сұрақты қойып, сондай жасай бердік. Кедергі жасағанға ұқсадық па білмеймін да, бірақ біз сол сұрақты кері қойдық. Сөйтіп, неге Құдай Иса арқылы неге басқа емес деп. Олар айтты, аспан астында бізді құтқаратын Исадан басқа ешкім жоқ деді. Қалай құтқарады деп сондайда. Содан сол кітап таратты, тағы бір сыйлықтар берді, соны алып, түнде сағат 3-те үйімізге кетіп, ертесіне базарымызға шығып, күнімізді көріп жүре бердік. Бірақ кітап сол полкының үстінде тұрды да, оның бетін ашып, мына кітап бір керек-ау, маңыздау деп оқыған жоқпын. Сонымен бір күні тағы да бір досымыз үйіне түскі асқа шақырғанда барсам, шымкенттіктер тағы да келген. Олар мен қауымның не екенін, қауымның адамдары не екенін, сенушілер деген не екенін білмейтін едім ол кездері. Сол сенушілер келді, түскі ас ішіп кет деп шақырды. Бардым, сөйтіп бардым да шет жаққа отырдым. Шет жаққа отырғанымда жаңағы барлығы маған сөйлеп, жаңағы қалайсың, жақсысың ба деп жағдайым сұрап, бұрыннан бір таныс адамдардай іш бауырыма кіріп кетті. Сөйтіп отырдық, сөйтіп едік, тәубе аласың ба деп сұрады. Сол жерде келген ағай,
ол тәубе деген не деп сұрақ қойдым. Тәубе деген өзіңді өзің Құдайға тапсыру, күнәңа өкіну деп еді. Мен күнәһар емеспін дедім. Күнәһарсың деді. Қой, мен адам өлтірген жоқ, неге мен күнәһар боламын дедім да. Сен ұрлаймын деп тұрсың ғой деді. Ол пысықтығымыз ғой, өзіміздің қолынан ешкімнің келе бермейді, өйтіп қаптабырлау деп. Сөйтіп күлдім да, сөйтіп едім. Ана жерде отырған өзім достарым бар, таныстарым бар. Тәубе алсай дегеннен кейін мен тәубені аузыммен, тіліммен алдым тәубені. Сөйтіп едім, сосын жаңағы бұлар менен бәрібір қалмайды, тәубе алмасам тәубе алайын да тыныш отырайыншы деген шығар, мүмкін ішкі жан дүниемде. Сол кездері есімде жоқ, тәубе алдым, қайт тәубе алады деп бүйтіп айтасың, күнәһармын дейсің деп сөйтті. Сонымен олардың айтқанын қайталадым, бірақ менің өмірімде ештеңе өзгерген жоқ. Ол кезде шықтым, қайтадан базарға бардым, сол баяғы ұрлығымызды жасап, күнімізді көріп жүре бердік. Сонымен күндердің күнінде сендерді Шымкентке қауымға апарам деді. Қауымның не екенін мен білген жоқпын. Қауым деген не дедім. Сөйтіп бір алып барды бізді Шымкентке. Жолда сендер милиция тоқтатса не дейсіңдер десе, біз тойға баратырмыз дейміз деп қоямыз. Сөйтсек, жоқ, сендер қауымға барамыз, Шымкент қауымына барамыз деп айтыңдар дейді. Біз айтқымыз келмейді ондай, біз білмейтін нәрсе ол. Сөйтіп қауымға бардық. Қауым дегенге барсақ, адамдар өте көп екен. Сол неде, сонымен барып уағыз тыңдадық. Онда уағыздың да не екенін білмеймін. Негізі уағыз айтып жатыр екен, уағыз тыңдадық. Сол кезде жаңағы Нұх пайғамбар мен Лот туралы уағыз жүрді. Сол уағызда менің түсінгенім бойынша менің жүрегіме сол кірді да, мен үнемі сұрайтын едім. Неге деген нәрселер менде көп сұрақтар болатын. Неге Иса? Неге басқа емес деп та? Неге Құдай егер бар болса осылай қояды адамдар, қазір қиналып жүргеніміз неге көрмей ма деп та. Сонда жаңағы Нұх пен Лот туралы айтты да, сонда Құдай бізге қолын созып өзі бізді құтқарғысы келіп тұрғандығын түсіндім да. Менің жүрегіме сол уағыз жаңағы сіңіп кетті да. Сөйтіп мен сол жерде тұрғанда жолдасыма қарап, бізді Құдай бар екен, Құдай бар, Нұх пен Лотты құтқарып алды, бізді құтқарып алады деп. Сол жерде айқайлаптың, сөйтсем жаңағы жолдасым ұят болады десе, жоқ, Құдай бар деп айқайлаптым да. Өзімнен өзім қуанышқа кенеліп кеттім. Содан кейін ауылға келіп, Кентауға келіп, кітапты оқитын болдым, киелі жазбаларды зерттейтін болдым. Сөйтіп, соны зерттеп оқып, жұртқа хабар тарататын болдым. Және өзімдегі қуанышпен бәрімен бөлісетін едім да. Үнемі менде жаңағы құтқарушы бар, құтқарушы құтқарады, сыйын, былай сыйын деп үйрететін едім жұртты. Сол тәубе алып, Құдайды шын жүрегіммен қабылдап, Құдайдың рахымдылығын қабылдағаннан кейін өмірімде бірден барлығы жақсы болып кетті деп айта алмаймын. Бірақ баспалдақтың әрбір сатысына көтерілген сияқты, әрбір сатысында Құдай менің өзімнің күнәларымды әшкерлеп көрсетіп отырғанда, соларды мен жұмыс жасау арқылы содан шығып отырғанда Құдай ары қарай жарылқап көрсетіп отырды. Сосын жаңағы қыртыс киімді үтіктегендей өмірімнің қыртыстары кете бастады Құдайға келгеннен кейін. Құдайға келгеннен кейін із хабар таратып қаншалықты ұмтылған кезімде шайтан да соншалықты аяғымнан шала берді. Мен балдарым үшін сыйынатын едім, 3 ұлым үшін. Сонда жаңағы балдарым ол кезде әлі 17, 18, 16-дағы балдар келгісі келмеді. Сонда мен солар үшін сыйынғанымда маған сол Елшілер істері 16-31 аятта сен құтқарылсаң отбасымен құтқарылып алам деген аят сол орындалды. Себебі ол мен өзім тәубе алып Құдаймен бірге болғандықтан сол ол балдарымның әрқайсының жүрегінде жұмыс жасады. Сөйтіп оларды өз аузымен тәубе еткізіп сондай жарылқап өзі жетелеп жүр. Керемет біздің шынында да біз сыйынатын Құдай шынында да керемет. Жалғыз Исаның рахымдылығының арқасында әлем ұсталып тұр, және аспан мен жерді жаратқан сол жалғыз Құдай бар. Исаға тәубеге келіп, өзінің күнәлары үшін өкініп тәубе жасаса, Құдай оларды құтқарып алады әр кезде.